Сәлем баршаңызға, сіздермен өте оңай үй жағдайында хот-догтар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен қиярымызды осылай жұқа қылып, видеода көрсетілгенде турап алатын боламыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды да дәл осылай турап алатын боламыз. Әрқайсысын жеке-жеке ыдысқа салып, дайындап алатын боламыз. Енді булочкалардың ортасын осылай ұзыннан кесіп алып, дайындап алып қоямыз. Булочкаларды кез келген дүкеннен таба аласыздар. Енді соусын жасаймыз. Кетчуп пен майонезді біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді булочкамызды толықтай ортасын ашып, жаңағы дайындап алған соусымызды біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Енді булочкаларымыздың бір жақ бетіне қиярларды қойып шығатын боламыз. Балғын қиярдың орнына тұздалған қиярларды пайдалансаңыздар болады. Екінші бетіне лист салатаны, помидорды және кори салатын қосып шықсаңыздар болады. Егер сосискаларыңыз қысқа болып қалса, ортасынан осылай екіге бөліп жіберіп, ұзыннан қойсаңыздар болады. Міне біздің хот-догымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Хот-догтарды дәл видеода көрсетілгенде жасап шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мектепке балаларыңызға жасап берсеңіздер де, отбасыларыңызға қазіргі уақытта пикникке шықсаңыздар да жасап алып, балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Достар, видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, назарларыңызға көп рахмет. Қазақша футболктың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тегін лайктарыңызды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.